Наурыз мерекесі бізге дәстүрлердің тууынан және жыл сайын рәсімдерді өткізуден бастап келеді. Наурыз мерекесіндегі ең маңыздылардың бірі көже, бауырсақ, тамақ дайындау және қонақтарды қарсы алу. Бүгін біз сіздерге дастархан басындағы қазақтың ұлттық мінез-құлқын, ережелерін айтамыз. Бір дастарханын дәм татып, сол сәтте жақын туыстарға айналған, сондықтан ешқашан ұрысып араздаспауы тиіс болған қазақ халқы ас ішуде қашанда қасиетті санаған. Бұл мереке адамдарды ежелгі дәстүр бойынша байланыстырып келеді. Ерекше шақырылған қонақтар төрге отырғызылған. Дастарханның оң жағына әлеуметтік мәртебесі бар жасы үлкен кісілер, ал сол жағына үй келіп отырғызылған қонақтардың алдына ерекше ет тағамы, яғни бешбармақ қойылған. Әрбір тағам әрбір ет бөлігінің өз аты және берілетін иесі болады. Белгілі бір тағам бар, жылқының жүрегі. Ол тазартылып бір айға ұнға көміледі. Bir айдан соң тұздалып, қуырылып, ұзақ уақыт бойы көрмеген қыз-келіншектерге беріледі. Үйге кірген соң тағамнан бас тартуға болмайды. Үй егесі ренжіп қалуы мүмкін. Сондықтан тамақтың бір тілімі болсын да жеу қажет. Қазақтың нанымы бойынша наурыз мейрамын жомарттықпен атап өту керек. Сонда жылда бай әрі өнімді болады деп есептеледі. Сондықтан наурыз көжені өте тойымды етеді, ал бірінші қасық наурыз көжені жемес бұрын тілек айту әдетке айналған. Мерекелік құрамдас бөліктен басқа, наурыз көже түрлі ингредиенттердің көп мөлшерін қамтитын дәмді және тойымды тағам. Дәстүрлі наурыз көженің құрамына 7 міндетті ингредиент: ет, жарма, ұн, сүт, май, су және тұз кіреді. Ингредиенттердің әрқайсының өзіндік символдық мәні бар. Ет – бақыт, жарма – денсаулық, ұн – байлық, сүт – бірлік пен бейбітшілік, май – күш. Құрметтілерге арналған ыдыс-аяқ тарату ережелерін қатаң сақтау қажет. Ыдысқа адамдар міндетті түрде қозының басын қояды, ол ең үлкен құрмет дәрежесін білдіреді. Ақсақал ет бөліктерін қонақтарға бөліп дәм татқызуы қажет. Әр еркектің өзіндік пышағы болған және сол арқылы ет кескен. Егер пышағы болмаса, қасындағы адамнан сұрап, қайтарымына ет қосып берген. Бұл дәстүр пышақ ақысы деп аталады. Дастарханға шақырғанда тағам ассортименті әртүрлі, кемінде 2-3 міндетті әрі маңызды тағам болуы тиіс. Дәстүрге байланысты қонақтарға мүмкіндігінше көп тағам ұсыну бұл міндеттің ажырамас бөлігі. Қазақтың салт дәстүрі бойынша үлкендерден басқа ешкім аяқ қосып тіземен отыруға болмайды. Бауырсақ нанды 3 саусақпен кескен. Ерлі-зайыптылар ешқашан бөлек отырмауы тиіс. Шайды тек әйел адамдары құйған. Шай құюдың да өздік ерекшелігі болған. Кей үйде шайды кесенің жартысына дейін құйған. Егер толтырып қойса, қонақтарды жақтырмай, оларды тез кеткенін қалап отыр деп түсінген. Қонақтар ешқашан құр-құл келмеген және қонақтарды құр қайтармаған. Көңіл бөліп сыйлықтар берген. Қазақтың бұрыннан келе жатқан заңы бар, қонақты құдай қонақ ретінде көру. Сондықтан қазақтар әлі күнге дейін өз жомарттылығымен танымал болып келе жатыр. Барлықтарыңызды наурыз мерекесімен құттықтаймын. Наурыз құтты болсын.